Баршаңызға сәлем достар, бүгін Бравл Старс ойнайтын боламыз. Сіздер Плейгзет арнасындасыздар, арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңыраушаны басып кетіңіздер, ойынымызды бастайық. Достар, көріп тұрғандарыңыздай жаңа боец аштық, Финкс, көріп кетейік. Мінекей достар, жаңа Бравлер, Финкс өте күшті. Жалпы Финкске бірінші гаджет путешествие во времени, звездная силадан бірінші звездная сила замедление времени, және снаряжениядан урон мен защитаны алған дұрыс. Жарайды, қазір біз осы Финкспен ойнайтын боламыз. Ең алдымен магазинға кіріп кетейік. Магазинде жаңа скиндер пайда болды. Бұл жерде жаңа скин фараон Гавс дейді. Мә достар, бұл өте әдемі және керемет скин Гавске. Тағы да бұл жерде особая акциялар бар екен. Султан Карл дейді, коварный Мортис және лампа Сэнди. Негізі осы скиндерді кристалға емес блингиге алған дұрыс. Жарайды, магазинде басқа қызық жоқ секілді. Ендеше шығайық бұл жерден. Наградыға кіріп кетейік. Бұл жерде жаңа сезон басталды. Және бізге Мумия Фрэнк деген жаңа скинді ұсынып жатыр. Мінекей достар, Мумия Фрэнк өте әдемі скин, египетский стильде. Скин өте әдемі. Жарайды, қазір біз событияларды көріп кетейік. Бұл жерде жаңа события пайда болды. Охота за сокровищами. Қазір біз осы событиялардың бәрін ойнап кетейік. Ендеше столкновениядан бастайық. Ал кеттік достар. Одиночное столкновение. Кеттік ендеше. Қазір біз топ 1-ді алуға тырысайық. Финкспен енді ойнау өте оңай болу керек. Мына жерде Мейси бар екен. Және біз бірден Мейсиді алып кеттік. Айтпақшы, біздің артымыздан осындай көк белгі жүреді екен. Бұл негізі гаджеттің белгісі. Яғни гаджетті қолданған кезде осы көк белгі бар жерден пайда боламыз. Жарайды, қазір мына жерде енді банкалар көп екен. Мына жәшіктердің бәрін сындырайық. Қазір осы банкалардың бәрін жинап алайық. Негізі әлі 7 боец бар екен. Жарайды, біз қазір енді бізде 6 банка. Негізі ұтуға болады. Енді біз қазір бірден атакаға шығайық. Мына жерде джин бар екен. Бірден атака жасап жатыр. Бұл жерде тағы да Отис бар. Тәуекелге бармай қойық. Енді кішкене күте тұрайық. Жарайды достар, 6 боец әлі тірі. Және ана жерде Бея бар екен. Бізге енді қайтсек те жақсылап бір атака жасау керек. Мыналар екі жақтан бізге атака жасады. Кішкене қауіпті. Бір жағынан мұна Отис не дейді қазір? Енді бізге тыным бермейді ғой. Болды, 5 боец қалды. Мұна Отиске енді жете алмай жатырмыз. 4 боец қалды. Болды достар, біз негізі Беяны алып кеттік. Және біз қазір ультаны қолданып, осы Отиспен Воронды алып кетсек болады. Бірден мінекей ультаны қолданып. Достар, мінекей көрдіңіздер ғой. Яғни қарсыластың атакасы өте баяу жетеді екен. Бірінші орынды алып кеттік. Тамаша. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа столкновение ойнап кетейік. Ендеше парное столкновение ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік достар. Парное столкновение. Бұл жерде напарниктерден атын ұмытып қалдым. Бұл жерде жарайды, маңызды емес. Калет есіме түсті. Жарайды, біз қазір енді бірден жәшіктерді сындырып, әдеттегідей банкаларды алатын боламыз. Және мына жерде Калет шынымен де тәуекелге барды. Енді азақ қалды әрине Калеттің кетуіне.
Жалпы финкспен өте оңай ойнау. Бірақ сонда да скилл өте қажет. Әзірге 5 командада тірі. Және мыналар кәдімгідей өте жақсы ойнап жатыр. Макс пен Карл. Жарайды, біз қазір осы Карлды алып кеттік. Базар жоқ, бізде 4 банка бар. Максты де алып кеттік. Ендеше мына центрдегі банканы алып кетейік. Жарайды, бізде 6 банка, негізі өте жақсы. Және біз қазір бірден атака жасап, осыларды алып кетейік. Жарайды, бұл жерде де оларда да 6 банка, Эдгарда да 6 банка. Ол енді қашып кетті, Эдгар мына жерде. Болды, достар, бұл өте оңай болды. Біздің шынымен де жолымыз болып кетті. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа столкновение ойнап кетейік. Ендеше трио столкновение ойнайық. Кеттік. Ал кеттік, достар. Трио столкновение. Кеттік ендеше. Бізде напарниктерден Гавс пен Бея. Өте жақсы. Және бізге негізі әдеттегідей осы банкаларды алып кетейік. Ана жерде Сэнди келе жатыр бізге. Білмеймін енді қалай болады екен, мына Сэндиді алып кетейік. Бірақ біз тимей жатырмыз. Негізі өте қауіпті. Және Финкстің өзі негізі кішкене қорғанысқа арналған бравлер. Яғни атакада өзін жақсы көрсету кішкене қиындау болатын секілді. Мына жерде Джуджу. Алып кеттік. Смело. Қазір осылай күте тұрайық, кішкене шөптің арасында. Жарайды, бізде 8 банка негізі нашар емес. Және центрде де біреулер бар, бұл жерде Ева дейді. Гавс, бәрекелді. Достар, ана жерде ультасын қолданып бірден алып кетті. Өкінішті ақ. Бірақ бізде 13 банка. Біз қазір енді жақсылап ойнау керекпіз. Әйтпесе мынау болмайды енді. Беяда бір жағынан тәуекелге барып жатыр. Мына Байронды алып кету керек. Қазір Байронды алып кеттік. Мына Джуджуда кішкене қиындық туғызып жатыр. Достар, мына енді бір жағынан гаджет шынымен де көмектесіп жатыр. Және 2 напарникте өкінішке орай кетіп қалды. Және мына Мэндида енді... достар, жарайды, қазір өте қауіпті момент болайын деп жатыр. Жарайды, біз қазір енді шығайық осылай, бірақ болмады, бұлар шынымен де өте жақсы ойнады. Жарайды, өкінішке орай ұтылып қалдық, бірақ біз 2-ші орын алдық. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Ендеше қазір біз охота за сокровищами ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік, достар. Охота за сокровищами. Бұл енді Финкстің событиясы. Сондай египетский стильде. Өте әдемі. Бұл жерде осы жұлдыздарды алып кету керек, ең бастысы. Және бұл жерде де Финкс бар екен. Мінекей, достар, осы жұлдыздарды алып кету керек. Осындай жерге басу керек та, мына жұлдызды алып кету керек. Жарайды, біздің напарниктер енді кішкене нашар ойнап жатыр. Және бұл жерде де Финкс бар екен. Және қараңыздар, мінекей. Финкстің ультасы қарсыластың ультасын баяулатады. Жалпы Финкс өзі сондай уақытты қадағалайтын бравлер. Өте қызықты.
Мына Финксті енді алып кетейік. Бәрекелді. Болды, бізге 10 жұлдыз жинадық. Болды, достар. Өте оңай ұтып кеттік. Кенси өте жақсы ойнады. Ендеше шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік. Охота за сокровищами. Кеттік. Ал кеттік, достар. Охота за сокровищами. Бұл жерден напарниктерден Леон және Сквик. Қарсыластарда 8 бит. Және біз қазір осы жерде бірден тұрып алып, мына жұлдыздарды алып кету керекпіз. Бұл жерде тағы да Бери бар екен. Негізі ең бастысы мына жұлдыздарды алып кету керек қой. Бізге қазір денсаулықты көтеріп алу керек. Достар, енді кішкене қиындау болады бұл жерде. Мына Бериде енді Леон мен Сквик ең бастысы жақсы ойнап жатыр. Бізге 10 жұлдыз жинау керек. Бұлар да өте жақсы ойнап жатыр енді. Гиперзарядты қолданды. Әйтеуір, мінекей ультаны қолдандық. Бірақ аса қатты әсер болмады. Болды, достар, бізге қазір 3 жұлдыз жинау керек. Бұл события енді Финкстің событиясы. Өте керемет. Болды, біреу-ақ қалды. Мына болды. Достар, өте оңай ұтып кеттік. Бәрекелді. Ендеше шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік. Охота за сокровищами. Ал кеттік, достар. Осы жолы напарниктерден Рико және Отис. Және Отис та осындай египетский екен. Жалпы бұл событияның өзі негізі Финкске арналған. Өте жақсы және қызық события. Біз бірден мына Фрэнкті алып кетеміз. Өте оңай. Және ультаны да дұрыстап қолданған секілдіміз. Бір жағынан ультасы өте әдемі Финкстің. Қазір біз қолданайық осылай ультаны. Бұлай өте жақсы боец Финкс. Енді өзі сондай уақытты қадағалайтын боец. Бұл жерде өте оңай болды, достар. Өте жақсы ойнап ұтып кеттік. Жарайды, біз звездный игрок болдық. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз тағы да ойнап кетейік осы охота за сокровищами. Ал кеттік, достар. Тағы да бір рет охота за сокровищами. Бұл жерде напарниктерден Байрон және Брок. Ендеше қайтсек те ұтуға тырысайық. Ең бастысы 10 жұлдызды алу керек. Енді өте қызық события, бірақ өте тез болады екен, және өте тез ұтылып қалуға болады. Мына жерде де енді бұларды алу кішкене қиындау болады, өйткені танктер ғой. Жарайды. Біз шынымен де кішкене тупит етіп жатырмыз. Бір жағынан әзірге белгісіз. Эдгар үлгермеді ана жұлдызды алуға. Және біз қазір осылай ультаны қолданып, қарсыластардың атакасын баяулатамыз. Жалпы Финкс өте қызық бравлер, өте қызық және күшті. Және онымен қорғаныста ойнаған өте қызық. Бұлай, мына Финкс енді... Болды, достар. Ұтып кеттік, өте оңай болды. Керемет, біз тағы да звездный игрокпыз. Тамаша. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Ендеше қазір біз бролбол ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік, достар.
Бролбол. Бұл жерде напарниктерден Сэнди және Макс. Кет дегенде ше. Бролболда да өте әдемі ойналады деген ойдамын Финкспен. Бірақ біз кішкене тупит етіп жатырмыз. Өкінішке орай Финкстің денсаулығы өте аз. Және бізге қазір қорғау керек қақпаны. Бұлар кәдімгідей өте жақсы ойнап жатыр. Және өте қауіпті. Мына Карлды енді қазір допты теу жүрейік. Әзірге белгісіз. Енді мына жерде Леон, мына Грейда енді кәдімгідей қиындық туғызып жатыр. Біз тимей жатырмыз. Достар, енді Бролболды кішкене қиын ойнап жатырмыз. Меніңше Финкс Бролболда өте қиын. Енді кішкене ғана қалды мына гол соғуға, бірақ сонда да өкінішке орай болмай жатыр. Жарайды, қазір күте тұрайық енді. Енді 1 минут қалды. Достар, өкінішке орай болмай жатыр бізде мына қарсыластың қақпасына жақындау. Қазір бол керек енді. Қазір болды, достар, бірінші голды соқтық. Енді өте қатты тырыстық әрине. Қазір біз енді осылардың бүкілін алып кетейік. Финкстің ультасы енді өте әдемі. Бұлар қазір ең бастысы гол соқпаса болды ғой. Және біз бірден ұтамыз. Біз енді 20 секундтың ішінде әрине екінші голды соғып үлгереміз деп ойламаймын. Бірақ сонда да. Мынау болмады өкінішке орай. Мен де ойлағам негізі қазір екінші голды соғып тастаймыз ба деп. Жарайды, достар. Бұл жерде таза техника, және біз бір голды соғып кетіп, ұтып кеттік. Тамаша, Сэнди өте жақсы ойнады. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Ендеше захват кристаллов ойнайық. Кеттік. Ал кеттік, достар. Захват кристаллов. Осы жолы напарниктерден Карл және Поко. Бұл жерде шынымен де өте қиын болайын деп тұр. Мына дальниктер, Бея, бұлар енді өте жақсы ойнайды. Мына жерде Пайпер тағы да. Бірақ біз әрине жеңісті ешкімге бермейміз. Біз бұл жерде қайтсек те бірінші орынды аламыз. Яғни жеңіске жетеміз. Бізде 5 кристалл. Негізі, өте жақсы ойнап жатырмыз, бірақ бұлар Поконы алып кетті, достар. Мінекей, бізге қазір 3 кристалл алу керек. 2 кристалл қалды. Бізге ұтылмау керек бұл жерде. Әйтпесе қазір кристалдарымыздың бәрі жоғалып кетеді ғой. Бірақ біздің напарниктер өте жақсы ойнап жатыр. Бір жағынан гаджеті де өте жақсы, Финкстің. Жарайды, біз енді осылай тұрамыз. 5 секунд қалды. Бізде 9 кристалл. Достар, тамаша, өте жақсы ойнадық. Финкспен де осы захват кристаллов өте жақсы ойналады екен. Және біз звездный игрок болдық. Керемет. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Қазір біз горячая зона ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік, достар. Горячая зона. Бұл жерде напарниктерден Поко.
және Джанет. Бұл жерде екі зона негізі өте қызық болады қазір Финкспен ойнау осы горячая зонада. Өйткені біз қазір бұларды бар болғаны қуып жереміз ғой. Бірақ мына Мэнди өте жақсы ойнады. Негізі бұл жерде өте оңай болады Финкспен ойнау. Бірақ мына Мэнди бізді алып кетті. Жарайды. Бізде 40% жиналды және негізі біз ұтып жатырмыз, бірақ сонда да қарсыластар қазір қуалап жетіп алуы мүмкін. Және өкінішке орай біз қайттан тупит етіп жатырмыз. Енді тупит етпей барынша жақсылап ойнайық. Тіпті Динамайктың атакасын өзін кәдімгідей баяулатады екен. Финкстің ультасы өте мықты. Енді бұларды қазір екінші зонаға жақындатпаймыз ғой. Болды, бізде осы бір зона қалды. Және ультаны қазір осылай қолданамыз. Достар, Финкс шынымен де уақыттың патшасы екен. Бұларда мүмкіндік бар негізі ұтуға. Бірақ біз сонда да жеңіске жетеміз. Біз енді жеңісті ешкімге бермейміз. Бізге тек қана жеңіс қажет. Болды достар, өте оңай ұттық. Жеңіске жеттік. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Қазір біз нокаут ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік достар. Нокаут. Бұл жерде напарниктерден Гавс және Виллоу. Қарсыластарда Рико, Мико және Пайпер. Достар, бұл жерге негізі Финксті таңдаған дұрыс емес. Бірақ сонда да біз өте жақсылап ойнауға тырысамыз. Меніңше біз ұтатын секілдіміз. Олар Гавсты алып кетті. Және бізде Виллоу бар ғой. Негізі біз ұтамыз. Өте оңай ұтамыз. Өйткені Виллоу өте мықты. Жарайды, біз қазір енді осылай күте тұрайық. Және Виллоу шынымен де өте жақсы ойнап жатыр. Пайперді алып кетті. Яғни біз Пайперді қазір алатын боламыз. Болды достар. Бірінші раундты ұттық. Қазір енді екінші раундты да ұтып кетейік. Кеттік бірден. Бір жағынан мына Микода әзірге белгісіз. Бірақ не болып жатыр өзі? Жарайды, біз қазір енді осылай тұрмыз әйтеуір. Бірақ ана жерде болмады, Виллоуды алып кетті. Өкінішке орай. Достар, қазір барынша жақсылап ойнау керек. Әйтпесе, Пайпер мен Мико қалды. Қазір мына Пайперді алып кетейік. Болды достар, Пайперді алып кеттік. Және мына Миконы да алып кеттік. Бәрекелді, өте жақсы ойнадық. Біз тағы да звездный игрокпыз. Тамаша. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Ендеше қазір біз захват кристаллов 5-5 ойнап кетейік. Кеттік. Ал кеттік достар. Захват кристаллов. Бұл жерде жақсы ойналады деген ойдамын Финкспен. Өйткені карта өте үлкен және стеналар да аса қатты көп емес. Бізге ең бастысы мына қарсыластарды алып кету керек. Және бізге 10 кристалл жинау керек. Негізі қиын емес әрине, бірақ сонда да Финкспен ойнағанда скилл қажет. Ендеше қазір біз барынша
кристалдарды жинап алайық. Әрине біздің напарниктер де жақсы ойнау керек. Бізге ең бастысы команда ретінде өте жақсы ойнау керек. Бірақ бұл да жаңадан шыққан событие. Захват кристалл 5-ке 5. Менше ұтылатын секілдіміз ғой. Біз қазір не болып жатыр өзі? Достар, енді түсініксіз әрине. Менше ұтылатын секілдіміз. Қайткенмен де бізге ұтуға тырысу керек. Бірақ әзірге белгісіз. Жарайды, бізде 8 кристалл. Қазір 2 кристалл қажет. Және қарсыластар да болмай жатыр бізде дұрыстап ойнауға. Бір жағынан бізде 9 кристалл. Және біз қазір негізі ұтып жатырмыз. Сонда да бірақ олар қазір қуып жетіп алу мүмкін. Мына жерде біз алып кетейік мына грифті. Болды достар. Біз негізі ұтып кеттік. Тамаша. Біз 13 кристалл жинап алдық. Негізі өте жақсы ойнадық. Және біз тағы да звездный игрок болдық. Өте күшті. Шығайық бұл жерден. Осымен ойынымызды аяқтайық. Видеоға лайк басып кетіңіздер. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.